Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2000 жылы жарық көрген Ромео должен умереть фильмі. Клубта күзетші жас гангстер Бондингке тиісіп, одан бұл жерден кетуін талап етті. Өйткені ол қарсы жақтың аумағына кіріп кеткен еді. Бостың ұлын қорғауға бір топ Қытай бандиттері келді. Осындай қолдаумен Босс бірден әлгі әдепсізді сабап тастады. Енді оларды оңайлықпен жібере салмайды. Бірақ бүкіл қара банданы ең мықты жауынгер Кай өзіне алды. Геттадан шыққан жігіттерде Джеки Чанның фильмдерін көрген, ал Кай болса мұнда өзінің көзге көрінбейтін тросын алып келген еді. Қақтығыс кенет тоқтады, өйткені бәрі қаруларын еске түсірді. Төбелесті ақылды гангстер Силк тоқтатты. Пушки не убивают! Убивают придурки! Кай оны сөкті. Қазір олардың қара жігіттермен соғысы жүріп жатыр, ал ол болса өзін қауіпке тігіп жүр. Бірақ арық Қытай жігіті өзіне қамқоршы керек емес деп есептейді. Таңертең темекі шегетін мектеп оқушысы бағанаға асылып тұрған попты көріп қалды. О боже! Кай триада басшысы Чу Тингке оның ұлының өлтірілгенін хабарлады, ал бұл жағдайды бірден қылмыс әлемінің басшысы Айзек те естіп қойды. Ол да кісі өлтірушіні табуға мүдделі болды. Оқиға Гонконгқа ауысады. Жергілікті түрмеде Хан Синг отыр, оған жаңа ғана інісінің қайтыс болғанын хабарлайды. Ол бірден орнынан тұрып күзетшілермен төбелес шығарады, бірақ жедел әрекет ету жасағы бұзақы тұтқынды тез басып тастайды. Оны дымқыл бөлмеге сүйреп апарып, бір аяғынан шынжырға іліп қояды. Хан ес-түссіз жатқандай болып көрінеді. Бірақ кунг-фу шебері ары-бері тербеле отырып, түрме қызметкерлерін соққыға жығады. Көп ұзамай олардың бәрі жеңіліп, Хан кілтті қолға түсіріп, күзетші киімін киіп алады. Осы қарапайым тәсілмен ол өзіне бостандыққа жол ашады. Яғни Хан кез келген сәтте қашып кете алатын еді. Дабыл тым кеш көтерілді, ал қашқын түрмеден мемлекеттік велосипедпен кетіп қалды. Айзек Чумен кездесіп, оған көңіл айтты. Гангстер қарсы жақтың басшысын, бұл іске оның адамдарының қатысы жоқ екеніне сендіруге тырысты, бірақ Чу оған сенуі екіталай еді. Сондықтан Айзек өзінің оң қолы Макқа Чудың ұлы мен қызын бақылауды тапсырды. Стриж Морис дегеннің қолбаласымен бірге жүретін болады, ал бұл жағдай қызға мүлде ұнамайды. Бір шаштаразға біреу сәлемдеме әкеліп береді, ол оны клиентке ашқызады, сол сәтте қатты жарылыс болады. Ақмақ Морис музыкалық дүкенде бір қызға қырындап, Тришті мүлде ұмытып кетеді. Қыз осыны пайдаланып одан қашып кетеді. Хан Америкаға ұшып келеді. Таксист Акбар оны апарудан бас тартады. Сонда Қытай жігіті оның таксисін жай ғана айдап кетеді. Дәл сол көлікке Триш отырып, өзін дүкенге жеткізіп салуын сұрайды. Хан машинаны дұрыс жүргізе алмайды екен. У вас в Гонконге есть такси? Тебя сейчас высадить? Нет, нет. Триш қалжыңдап, оларда Гонконгта бәрі кунг-фу білеме деп сұрады. Жолдың соңында ол жаңа келген жігітке енді көлік ұрламауға кеңес берді. Жарылған шаштараздың орнына стадион салынбақ. Құрылысты бастау үшін Айзекке тағы 2 қолтаңба керек. Демек, әлгі шаштараз құжаттарға қол қоюдан бас тартқан сияқты. Құрылысшы Винсент гангстерді асықтырып жатыр. Триш өз киім дүкеніне оралды. Сол жерде ол ағасы Колинді кездестірді, ол да өзінен айырмашылығы жоқ, бандитті қақтығыстарға араласып кеткен. Хан ағасының пәтеріне кіріп ашты. Ол соңғы терілген нөмірге қайта қоңырау шалып, кезінде таксимен жеткізген қыздың дүкеніне шығады. Мак Тришті тауып алып, оған ақмақтық жасамауын сұрады. Әлгі өлтірілген Қытайдың кесірінен қазір бәрі қауіпте. Жалпы оның қызға байланысты өз жоспары бар екен. Ты шестерка у моего отца. Никто. Смейся, пока можешь. Когда-нибудь ты будешь бегать за мной. Мак Тришті дөрекі түрде орнына отырғызды, сосын Мориске енді қателік жібермеуді қатаң ескертті. Оны өлтірер алдында Поп-Колинге қоңырау шалған екен. Ол клубта кездесіп, олардың арасындағы соғысты қалайда тоқтатқысы келген. Сөйтсе, Айзек шаштаразды жармаған, бұл оқиғаны естігенде өзі де ренжіген. Хан қайтадан дүкенге келіп, Тришті аңди бастады. Ақыры ол оның пәтеріне баса көктеп кіріп кетті. Акбар? Что тебе здесь надо? Надо поговорить. Күтпеген қонақ оның ағасы өлмес бұрын, дәл осы дүкенге қоңырау шалғанын айтты. Триш бірден Помен шамасы, оның ағасы Колин сөйлескенін түсінді. Сол сәтте Мористің бандасы да келіп жетті. Толық жігіт бірдеңенің дұрыс емес екенін байқап, өзін курьер етіп көрсеткен Қытайды ұстап алды. Гангстерлер қарсы жақтың тыңшысын сабамақ болды, бірақ Хан оларды жан-жаққа шашып тастады. Ал мазасын алған бұзақылардан бір жола құтылу үшін оларды стяжкалармен байлап қозғалтпай тастады. Оның үстіне Мористің көлігінде айдап кетті. Осыдан кейін Триш бұл Қытайдың шынымен кунг-фу білетінін түсінді. Триада басшылары қара бандиттерден кек алғысы келеді, бірақ Чун асықпайды, алдымен ұлын жерлеуі керек. Жерлеуге көптен бері көрмеген үлкен ұлы да келді. Алайда Хан мұнда тек өлтірушінің атын білу үшін келген.
Бұрынғы полицейді әкесі мен ағасының Америкаға қашуына көмектескені үшін түрмеге жапқан екен. Кай ескі досына сол түні не болғанын айтып берді, бірақ оны нақты не үшін өлтіргені белгісіз. Ал қаралармен олардың соғысы территория үшін, жағалаудың жартысы біріне, жартысы екіншісіне тиесілі. Хан тағы да Тришті тауып алып, одан Колиннен по туралы сұрап білуді өтінді. Ал жақын жерде Мак өз адамдарымен футбол ойнап жүрген еді. Акбар — это Мак. Мак — Акбар. Ну да, салям алейкум, Акбар. Бандиттер бұрын өздерін оңдырмай сабаған Қытайды танып қойды да, кунг-фу шеберінен кек алуға мүмкіндік туды. Өйткені Мак оны өздерімен бірге ойнауға шақырған еді. Ханды дөрекі түрде жерге құлатып, бірден үстіне жабылып, жаншып тастады. А это по правилам? Конечно, это жесткий спорт. Мак жаңадан келгенге тек оны ғана ұрып жатқанын түсіндірді, себебі доп соның қолында еді. Сонда хан әдейі допты қарсыластарына беріп, оларды қол аяғымен соққыға жыға бастады. Көп замай бүкіл команда шөптің үстінде соққыдан есін жинай алмай жатты. Хан тағы да Тришті таңғалдырды. Ол қызға мекен жайын қалдырып, ағасымен сөйлескеннен кейін өзіне келіп кетуін өтінді. Алайда Колин қонақ үй бөлмесінде қызымен көңіл көтеріп жатқанда біреу келіп, екеуін де терезеден лақтырып жіберді. Таңертең Колиннің мәйітін судан алып шықты. Триш ағасының өлімі үшін әкесін кінәлады. Өйткені оны осы лас істерге өзі араластырған еді. Макс Колин үшін кек алуға уәде берді. Хан үйіне қайтып келгенде пәтерінің астан-кестеңі шыққанын көрді. Заттардың арасынан ол ағасына тиесілі көліктің кілтін тапты. Көліктің ішінде сым табылып, оның ішіне мекенжайлар тізімі жасырылған екен. Хан қайта жоғары көтерілгенде диванда көңілі түскен Тришті көрді. Енді ол ағасынан айырылып қалды. Қыз азиялық досынан осының бәрін кім жасағанын анықтап беруді сұрады. Хан мен Триш көрсетілген мекенжайлардың біріне келді. Гаражда қытайлардың өлі денелері үйіліп жатқан еді. Басшының кабинетінде темекі, сигара әлі түтіндеп тұрды, демек, қылмыскерлер жаңа ғана кетпек болған. Тағы бір азиатты байқап қалған олар бірден оқ жаудырды. Куәларды жоюға бекінген қылмыскерлер оларды қуып кетті. Хан мотоциклистердің бірінен тапаншаны тартып ала алды. Әлгі адам жүк көлігінен шығып тұрған құбырларға соғылып қалды. Екінші қылмыскер бұл Қытаймен қалжыңдауға болмайтынын түсініп қашуға тырысты. Бірақ хан оны қуып жетіп көліктің капотына отырғызды. Төбелес кезінде ол бандиттің дулығасын шешіп алып, оның әйел екенін көрді. Китаянка? Не ошибся. Хан тым принципшіл адам болғандықтан тіпті әйел киллерге де қол көтермейді. Сондықтан ол бір түрі үшеудің биін жасап, қарсыласын Триштің қол аяғын пайдаланып ұрып соқты. Ақыры өлтіруші абайсызда темірге құлап, жүрегін өзі шаншып алды. Хан әкесіне өлтірілген кәсіпкер мен оның адамдары туралы айтып берді. Әрі таңғаларлығы киллерлер қытайлар болған. Әкесі Айзек сырттан Қытай жалдаған болуы мүмкін деп болжады. Сонымен қатар оның қызының мәселесінде шешетін уақыт келгенін айтты. Сұлу қыз ханның басын айналдырып жіберген. Мак бір қара жігіттің басын краб толы контейнерге тықты. Егер ол өз жерін сатпаса, оны өз тауармен қоректендіретінін айтты. Кәсіпкер амалсыздан құжаттарға қол қойды. Гай Қытай бандиттерінің бірінің жасырын орнына келді. Ол туралы келесі болып жойылады деген қауесет тараған еді. Когда? Сейчас. Кай барлық ақшаны алып, ескі кемені жарып жіберді. Ал қалған триада басшыларын тоңазытқышта алып келді, енді оларды тірідей бөлшектемек. Айла Керчу барлық достарынан құтылып, олардың иеліктерін өзіне алма. Ол Винсентпен де бірге жұмыс істейді. Айзек жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінді. Ол Ришті үйінен алып кетіп, ханмен кездесуді доғаруды талап етті. Қызын өз сарайына апарып, қатаң күзетке қойды. Бүгін мәміле жасалатын күн. Соңғы қолтаңбаны клуб иесі Силктан алу ғана қалды. Хан құрбысын тауып, оның бөлмесіне жасырын кірді. Кішкентай тыңшы Айзек байқап қоймасын деп есіктің артына тығылды. Ал Марис бөлмеге кіргенде бос қызы ол жерде жоқ еді. Хан соңғы мекенжайды көрсетті, ол Силктің клубы. Күзетші Айзектің қызын танып, қасында Қытай болғанына қарамастан ішке кіргізді. Қара жігіттер жауды көріп, бірден сақтана қалды. Ал Триш болса азиялық досын биге шақырды. Сил қызды өзіне шақырып алып, оның әкесі жайлы шағымданды. Ол мүлде шектен шығып кеткен, клубын сатуға мәжбүрлемек болып жүр. Сол сәтте қарулы Макс кіріп келді. Ол Тришті дөрекі түрде диванға отырғызып, Силкті атып тастады. Ханды есінен тандырып, Мариске алып келді. Где она? А ты собрался спустить с нее трусики? Что? Ты думаешь, она правда хотела тебе дать? Хан досына жасалған мұндай дөрекілікті көтере алмады. Ұшатын Қытай бірақ секіріп бүкіл топты жайпап, бірден қашып кетті. Жекпе-жек шебері оқтардан жалтарып, бандиттерге шлангпен су шашты, оның ағыны олардың оғынан да жылдам еді.
Шлангты кесіп тастағанда, хан оны жақын ұрыс қару ретінде қолдана бастады. Көп ұзамай бәрінің оқ дәрісі таусылып, олар ханға қарай лап қойды. Аяғында тек Морис қалды. Мини бос Қытайды терезеден лақтырып жіберді, бірақ ол оның галстугынан ұстап, ілініп қалды. Триштің қайда екенін білген соң, хан Мористі тартып шығарып, соның үстімен көліктің төбесіне құлады. Триада басшысы Чу Винсентпен келісім жасап, қомақты чек алды. Артынша Айзек келді де ұлының өліміне байланысты көңіл айтты. Мүмкін Винсент берген $38 миллион оны жұбатар деп ойлады. Бірақ Айзек чекті қайтарып берді, ол серіктес болғысы келіп, құрылыс бизнесінен үлес талап етті. Мак өз жауынгеріне көңілі толмай қалды. Ол осы 38 миллионның қомақты бөлігін аламын деп үміттенген еді, сондықтан мұндай жағдайға арнап жоспары бар болатын. Мак Тришті кепілге алды. Бизнестерін сатуға келіспегендерді дәл сол өлтірген, әрі ол Чумен ауыз жаласқан еді. Ты убил Колина. Не бывает войны без потерь, Айзек. Айзек Макқа тап беріп, оны буындыра бастады, бірақ Мак бұрынғы босын атып жіберді. Артынша қырғын басталды. Винсенттің адамының қолында автоматты винтовка болғандықтан, ол бәрінен басым түсті. Жараланған Айзек әлгі бандитті атып, қызының қашып кетуіне көмектесті. Сол кезде Мак Винсент ұшып кетпек болған тікұшақты оқ жаудырып атты. Бизнесмен портфелімен қорғанып жүріп, ақыры оны түсіріп алды. Ал оның ішінде барлық құжаттармен 38 миллиондық чек жатқан еді. Сатқын оларды іліп әкетті. Бірақ сол сәтте хан келіп, оның қолындағы тапаншаны қағып жіберді. Енді оны не үшін өлтіргенін анықтау ғана қалды. Макс оның көзін өз қытайлары жойғанын айтты. Зұлым ханды атып тастағысы келді, бірақ оны Триш атып өлтірді. Қыз жараланған әкесінің жанында қалды. А он еще ниже тебя. Я знаю. Совсем коротышка. На тебя не угодишь. Хан әкесінің сарайына келді. Гайп оны дәл өзі өлтіргенін мойындады, әрі оны Чу мырзаның бұйрығымен жасағанын айтты. Бұрынғы достар арасында жекпе-жек басталды. Гай ханның қолдарын күйдіріп, алақандағы күйген теріні сыпыра бастады. Бірінші раундта хан оңбай таяқ жеді, бірақ кейін оның екінші тынысы ашылды. Шебер қолдарын таңып алып, содан кейін бірде-бір соққысын мүлт жібермеді. Шайқастың соңында екеуі де 3 метр биіктікке дейін ұшып шықты. Хан Гайдың басынан сондай соққы жасады, нәтижесінде оның омыртқасы түгел сынғандай болды. Әкесі туған ұлын өлтіруді ақтап, оның Винсентпен жасалатын мәмілені бұзғысы келгенін айтты. Енді хан не істемек? Інісі үшін кек алып, әкесін өлтіреме? Бірақ хан әкесіне мұны өзі істеуді ұсынды. Ол енді әкесі үшін түрмеге қайта түспейтінін айтты. Хан теріс бұрылған сәтте мылтық даусы естілді. Үйге полицейлер келіп жетті. Олар бұл супер жауынгерге жақындауға да қорықты. Сондықтан ханға жаңа қызы Тришпен бірге еш кедергісіз кетуге мүмкіндік берілді. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп, біздің арнамызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотайымда кездескенше сау болыңыздар.